Саламатсыздар ма? Мен Тұрсынбаев Алмас Саматлы, Жетісу облысы Алакөл ауданы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектептің информатика пәні мұғалімімін. Мен бүгін сіздермен оқушылардың алгоритмдерді тереңірек түсініп, оларды кезең-кезеңмен үйренуге мүмкіндік беретін инновациялық жобам алгоритм роботымен таныстырғым келеді. Бұл жобаға келудегі негізгі екі проблема себеп болды. Біріншіден, оқушылар алгоритмді теориялық тұрғыда үйренгенімен, уақыт өте келе, оларды ұмытып қалуы немесе дұрыс түсінбеуі жиі кездеседі. Бұл әсіресе алгоритмдік ойлау қабілетін дамытуға кедергі келтіреді. Екіншіден, бастауыш сыныптарда робототехникаға үлкен қызығушылық байқалады. Оқушылар қарапайым роботтарды көргісі келеді. Бірақ теория мен практиканы арасында байланысты орнату қиынға соғады. Осы екі мәселені шешу үшін мен алгоритм роботын әзірлеуге бел будым. Бұл роботты сабағымда қолдану кезінде оқушыларым сабаққа деген қызығушылығының артқанын байқадым. Оқушылар роботты өздері құрастырып, оны басқаруда, олар ұсынылған кодты өзгертіп, өздеріне ыңғайлы етіп бейімдеуде. Бұл олардың бірнеше маңызды дағдыларын дамытуға көмектеседі. Біріншісі, алгоритмдік ойлау. Оқушылар тапсырмаларға қадамдарға бөліп, әр қимылды жоспарлап, дәйекті түрде шешім қабылдауды үйренеді. Екіншісі, шығармашылық қабілет. Роботты құрастырып, оны жеке-жеке қажеттіліктеріне қарай өзгерту барысында оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттері дамиды. Үшіншісі, техникалық сауаттылық. Arduino платформасы мен программалау негіздерін меңгеру арқылы оқушылардың техникалық білім артады. Келесі, бұл мәселені шешу дағдылары. Роботтарды құрастыру мен код жазу барысында пайда болатын проблемаларды шешу дағдылары қалыптасады. Және де роботты жүргізу кезіндегі, қадам-қадамды орындау кезіндегі кездесетін кедергілерді шешу үшін де бұл мәселені шешу дағдысы артады. Келесі, командалық жұмыс. Оқушылар бірлесе жұмыс істеп, топтық әрекет ету дағдыларды жетіледі. Яғни оқушылар командамен, топпен жұмыс істеу кезінде осы роботты бірге жүргізіп, оны қадам-қадамдарды дұрыс орындалуына, циклдің дұрыс орындалуына командалық жұмысы жетіледі. Келесі, төзімділік және табандылық. Роботты құрастыру және оның жұмысын ретке келтіру барысында оқушылар шыдамдылық пен табандылықты үйренеді. Роботтың жұмысына тоқталатын болсам, онда 6 батырма бар. Көріп тұрғандарыңыздай, алдыға, артқа, оңға, солға және цикл және старт батырмалары бар. Оқушылар батырмаларды басқанда, робот осы әрекеттерді есте сақтайды. Ал старт батырмасы басталған соң, сақталған әрекеттер кезең-кезеңімен орындалады. Цикл батырмасы қанша рет алдыңғы батырмалар басқан болса, сонша рет сол әрекеттерді қайталайды. Осылайша оқушылар цикл және алгоритмдердің нақты жұмыс істеу принциптерін практика жүзінде меңгереді. Атап айтатын болсам, сызықтық, тармақтық, циклдік алгоритмдерді кезең-кезеңмен орындауды үйренеді. Оны практика жүзінде көре алады. Бұл роботты жасау барысында Arduino платформасы және қарапайым құралдар қажет. Мысалға айтатын болсам, дөңгелек, батырмалар, мотор, батарейка және сымдар. Егер мектепте 3D принтер болмаса, оны PVC-дан жасау нұсқаулығы да беріліп қойды. Барлық қажетті файлдар мен нұсқаулықтарды онлайн түрде қолжетімді. Оны мына QR-кодтан оқып көре аласыздар. Алгоритм роботы тек робототехника мен информатика пәндері ғана емес, бірнеше басқа да пәндермен тығыз байланысты. Бұл жоба арқылы біз пәнаралық байланысты нығайта аламыз. Математика пәні алгоритмдік ойлау мен логикалық тапсырмаларды шешудегі негізгі рөл атқарады. Роботпен жұмыс жасау барысында оқушылар математикалық ұғымдарды, әсіресе логикалық есептерді шешуге және циклдік әрекеттерді есептеуге үйренеді. Келесі, технология пәнімен байланыс. Оқушылар роботтың техникалық құралдарын құрастыру,
3D принтермен жұмыс істеу, PVH-мен жұмыс істеу, клейлеу, жалғау, сымдарды бір-бірімен, оның механизмдерін жинақтау арқылы инженерлік дағдыларын дамытады. Роботты жасау және оның бөлшектерін біріктіру технология пәнінің негізгі ұғымдарын меңгеруге де мүмкіндік береді. Физика пәні осы роботпен тығыз байланысты. Оқушылар роботтардың моторлары мен дөңгелектердің жұмыс істеу принципін түсініп, физикалық заңдылықтарды, мысалы күш пен қозғалыс заңдарын іс жүзінде көреді. Бұл физикалық білімді нақты құралдар арқылы түсінуге көмектеседі. Келесі технологиялық шығармашылық және өнер. Жалпы айтқанда STEM бағыты. Осы арқылы оқушылар өз роботтарын визуалды түрде жобалап, оның сыртқы келбетін құрастырады. 3D модельдеу мен дизайнда өз шығармашылығын көрсете алады. Бұл пәндер оқушылардың инженерлік және өнер тапқыштық қабілеттерін дамытады. Осылайша, робот тек бір пән аясында ғана қалмай, оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Алгоритм роботы жобасы білім беру процесінде көптеген артықшылықтар әкеледі деп ойлаймын. Бұл жоба арқылы біз оқушыларға тек алгоритмдік ойлау емес, сонымен қатар нақты өмірде кездесетін мәселелерді шешу дағдыларын да үйретеміз. Оқушылар қиындықтар мен күрделі тапсырмаларға тап болғанда, оларды сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыта отырып, тиімді шешімдер таба алады деп сенемін. Сонымен қатар бұл роботты қолдану оқушылардың технологиялық сауаттылығын арттырып қана қоймай, олардың өзін-өзі дамуына да көмектеседі. Әріптестеріміз үшін бұл жоба үлкен мүмкіндік болып табылады. Мұғалімдер заманауи оқу әдістерін енгізу арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, және оқу процесін интерактивті әрі жекелендірген ете алады. Әсіресе STEM бағытында оқушылардың жан-жақты білім алуына жағдай жасау арқылы болашақта техникалық және инженерлік салаларында өз орнын табуға мүмкіндік береді. Бұл жоба сондай-ақ пәнаралық байланыстарды нығайтып, оқушыларды шығармашылық тұрғыдан дамытуға және командалық жұмысқа үйретуге ықпал етеді. Әріптестерімнің келесі бейнероликте осы роботты менің нұсқаулығым бойынша жұмыс жасап, сабақтарында пайдаланған кезін көре аласыздар. Бұл роботты жасау оңай болғандықтан және қолжетімді болғандықтан көптеген әріптестерім пайдалану үстінде. Соңында айтарым, бұл робот оқушылардың тек техникалық қабілеттерін ғана емес, сондай-ақ олардың табандылық, шығармашылық және өзіндік ойлау қабілеттерін де дамытады. Оқушылар бұл жобаны жүзеге асыру барысында қызығушылық танытып, роботты өз қажеттіліктеріне қарай бейімдеп, жаңашыл идеяларын жүзеге асыру мүмкіндіктеріне ие болады. Барлығымыз осы жоба арқылы оқушыларға қызықты, пайдалы әрі нәтижелі білім бере аламыз деп сенемін. Осы арқылы оқушыларымызды сабаққа деген қызығушылығын арттырып, алгоритмді түсініп, және одан бөлек әртүрлі күрделі тапсырмаларды шешу арқылы оқушылардың топпен, командамен жұмыс істеуді де үйрете аламыз.